Қайырлы күн. Қазір мына жерде өте керемет сұрақ қойды. БАД дегеніміз қолдану керекпіз бе, гарантия бар ма дейді. Яғни қыздар, мен сіздерге ешқандай гарантия бермеймін. Себебі жалпы БАДи дегенді не екенін білсеңіздер, мен сіздерге толыққанды түсіндіріп кетейін. БАД дегеніміз не ол? БАД деген профилактика. Яғни сіз ауырып қалмас үшін аурудың алдын аласыз, е? Егер ауырып қалсаңыз, дәрігерге барып жүгінесіз. БАДи дегеніміз профилактика ретінде күнделікті өмірде тамақтан ала алмай жатқан өнімдерді не істейсіздер? Сіздер сол тамақтан алмай жатқан витаминдерді сіздер осындай дайын витамин түрінде алып қолданатын болсаңыздар, не істейміз? Сол БАД болып табылады. Яғни БАДтың пайдасы бұл ағзаға жетпей жатқан витаминдер мен минералдарды толтыратын өнімді айтамыз. Жалпы біздің өнімдер таза табиғи шөптерден жасалған, ағзаға зияны жоқ. Жауапкершілікті мойындарыңызға алып қолдансаңыздар, әрине нәтижесі болады. Жалпы ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеген дұрыс. Япония халқын білетін болсаңыздар, Япония халқында БАДи витамин ішу бойынша ең бірінші кезекте тұр. Яғни олар БАД витамин міндетті түрде ішеді екен. Ал біздің қазақстанда, қазаққа емес, біздің жалпы Қазақстанда БАД витаминге көп адам сенбейді. Доканса ауырады, сосын барып дәрігерге барып көрінеді, сосын барып ішеді. Бірақтан алдын алу профилактика ретінде ешқандай БАДи витамин ішпейді. Сондықтан мысалы, сіз қандай да бір компанияның өнімін, мысалы, омега-3, кальцин, Д3 ішетін болсаңыздар, олар айтады, нәтижесі бар ма, нәтижесі болған қалай білеміз, шынымен де жазылып кетем ба дейді. Қыздар, сіздер айтайын, сіздің жасыңыз 40-та. Жасыңыз 40-та, бірақ сіз бір компанияның бір пачка омегасын іштіңізді, сіз керемет, күшті болып кетесіз деп айтпаймын. Неге? Себебі сіздің 30 жылдық ауруыңызды бір пачка омега келіп істейді, денсаулығыңызды емдеп бермейді. Витамин БАДи қолданып жатырсыздар, нәтиже болған қалай білеміз деген сұрақ барлық адамда келіп жатыр. Егер де сіз коллаген ішіп жатқан болсаңыз, сол коллаген ішпес бұрын сіздің шашыңыз қатты түсіп жүрген болса, мысалы тырнақтарыңыз сынғыш болса, бетіңізде әжімдер болса, яғни сіз коллаген ішіп бастап болғаннан кейін, арадан бір уақыт өткеннен кейін шашыңыздың түскені тоқтайды, яғни шашыңыз қатты түсіп жатса, сол тоқтайды, тырнақтарыңыздың сынғыштығы азая бастайды. Яғни сіз әсер еткен сол арқылы білуіңізге болады. Мысалы, сіз бір пачка шай іштіңіз, например, мына шайды айтайын. Мысалы, бір пачка мына шайды іштіңіз, сол кезде сізде, мысалы, болуы мүмкін. Бір пачка шай ішкен кезде, яғни бұл шай женский шай ғой, яғни сізде цистит болуы мүмкін, кіші дәретті тез жіберіп қою, эрозия, киста, миома проблемалар болған кезде осы шайды ішіп болғаннан кейін сіздегі белгі, яғни кіші дәретке аздау баруыңыз, яғни маткаңызда қазіргі кезде ер азамат болсын, үлкен кісілер болсын, жас қыздар болсын, барлығының басты проблемасы давление, яғни қан қысымының жоғары болуы. Егер де сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, давленияңыз өте тез көтеріліп кете беретін болса, осыны ұмытпаңыз. Сіз қанша жерден дәрі ішсеңіз де 100% нәтиже көрмейсіз. Себебі мен өзім дәрігер болмасам да эксперимент жүргізу арқылы зерттей келе 90% тоқ ішектің шлаковный болғанда, яғни сіздің тоқ ішегіңізді тазартпай, ішіңіздегі іш қату запорды емдемей, шлак токсиннен айырылмай, сіздің давленияңыз көтеріле береді. Сондықтан да ер азамат болсын, қыз келіншектер болсын, міндетті түрде сіздер ағзаларыңызды міндетті түрде очищение жасаңыздар. Сіздер ағзаларыңызда очищение жасамай, аузыңызға ащы дәм келу, бетіңіздегі қара дақ, пигменттік дақтар, оң жақ қабырғаның асты шаншып ауруы, іш қату запор проблемасынан құтылмай, сіздің давленияңыз көтеріле береді. Сондықтан да міндетті түрде ішекті және де қимыл қозғалыстың аз болуы, дұрыс тамақтанбау, күніне 2 литр міндетті түрде су ішіп, таңғы уақытта жүруді әдетке айналдырыңыз, және де көп қимылдаңыз, көкөністерді, жеміс жидектерді міндетті түрде күніне жеу керек. Мысалы, жерде өсіп тұрған кәдімгі рукола, зелень, жапырақтар бар ғой, соларды міндетті түрде ішіп, кешкі уақытта қою тамақ емес, міндетті түрде сұйық тамақтарды қолданыңыздар. Көбінесе біздің қазақтарда жаңағы кешкісін бешбармақ, палау деген сияқты ауыр тамақтарды жейміз, күндіз жеңіл тамақ жейміз. Ол дұрыс емес. Әбеткі уақытта ауыр тамақтарды қолданып, кешкісін жеңіл тамақтарды қолданған дұрыс. Күріш, гречка барлығын қайнатып жеп, горох сорпа, жаңағы мас, ловия, соның бәрін қайнатып жейтін болсаңыздар, сізде іш қату запор проблемасы болмайды. Егер де сізді даже оны дайындауға жағдайыңыз жетпей жатса, сіз ағзаңызды детокс очищение жасауға кеңес беремін. Детокс очищенияны қалай жасау жайлы менен толық кеңес алсаңыздар болады.
қазіргі кезде екінің бірінің басты проблемасы өті толған ғой. Кеше осы өт жайлы бір проблема шыққан еді. Мысалы 100 адамның 98-інің жазған проблемасы өтім толады, оң жақ қабырғамыз шаншып ауырады, тамақ жеген кезде қорытпайды, аузыма ащы дәм келеді, артық салмақ бар деген проблема. Енді қараңызшы, сіз мысалы дүниеге келген кезде сіздің өтіңіз тап-таза пәк болды, тап-таза болды, ешқандай да ауру сырқау болған жоқ. Бірақ уақыт өте келе біз аузымызды тыймағанның арқасында неше түрлі тамақтарды жеу арқылы не істедік? Біз өтімізді толтырдық. Яғни ауру астан, мынау ауру астан, яғни сіздің күнделікті жеп жатқан, ішіп жатқан тамағыңыздың арқасынан сіздің өтіңіз қоюланды, өтте тас пайда болды, бетіңізде қарадақ, пигменттік дақтар пайда болды, ауру пайда болды. Соның барлығы мына астан. Сондықтан да міндетті түрде күнделікті ішіп жатқаныңызға, жеп жатқаныңызға 100% назар аударуларыңызды сіздерден сұраймын. Және де айта кететін жағдай, өттің қоюланып кетуі, және де өтте тастың пайда болуы, оның барлығы көбінесе тамақтан болмаса да стресстен де болады. Стресс, яғни сіз мысалы бірдеңкеге қатты кек сақтап қалған кезде, қатты ашуланған кезде, стресстік жағдайға түскен кезде адамның өтінде жиналып тұрған қоқымдар тасқа айналып кетеді. Ол профилактика ретінде дәлелденген. Сондықтан да қазіргі 21 ғасыр стресстің заманы, стресс, ұйқы дұрыс болмау, оның барлығы сіздің тез қартаюыңызға және де сіздің ағзаңызда өтіңіздің қоюланып кетуіне, өтіңіздегі тастың пайда болуына бірден бір себепші болады. Сондықтан да өт қоюлана бастады ма, профилактика ретінде алдын алыңыздар, шөп шайлар ішіңіздер, кеңес айтып жатыр ғой, солар өнімдерді қолданыңыздар. Пока өт тасқа айналып кетпей жатқан кезде, ол тасқа айналып кеткен кезде ол уже поздно болады. Или оны операциямен алдырасыздар, ол түсу өте қиын болады. Және де айта кететін жағдай, өттің қоюланып кетуі, және де өтте тастың пайда болуы, оның барлығы көбінесе тамақтан болмаса да стресстен де болады. Стресс, яғни сіз мысалы бірдеңкеге қатты кек сақтап қалған кезде, қатты ашуланған кезде, стресстік жағдайға түскен кезде адамның өтінде жиналып тұрған қоқымдар тасқа айналып кетеді. Ол профилактика ретінде дәлелденген. Сондықтан да қазіргі 21 ғасыр стресстің заманы, стресс, ұйқы дұрыс болмау, оның барлығы сіздің тез қартаюыңызға және де сіздің ағзаңызда өтіңіздің қоюланып кетуіне, өтіңіздегі тастың пайда болуына бірден бір себепші болады. Сондықтан да өт қоюлана бастады ма, профилактика ретінде алдын алыңыздар, шөп шайлар ішіңіздер, кеңес айтып жатыр ғой, солар өнімдерді қолданыңыздар. Пока өт тасқа айналып кетпей жатқан кезде, ол тасқа айналып кеткен кезде ол уже поздно болады. Или оны операциямен алдырасыздар, ол түсу өте қиын болады.